Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мына жаз күндері, ыстық күнде бос уақытыңызды бекерге өткізгенше ағылшын тілін үйрететін, сіздерге қызықты 4 сайтты таныстыратын боламын. Қазіргі таңда шет тілін білу заман талабы болып қалды. Әсіресе әлем тілі болып саналатын ағылшын тілін білу біздің Қазақстан елінде де сұранысқа ие болуда. Яғни Қазақстанда да қазіргі таңда әрбір мамандық иесінен ағылшын тілі талап етілуде. Сондықтан мынау жаз айларында өзіңіз үйде отырып ақ телефонмен немесе компьютер арқылы ағылшын тіліңізді дамытқыңыз келетін болса, сіздерге керекті 4 сайтты айтып өтетін боламын. Мұқият тыңдаңыздар. Бірінші сайтымыз бұл British Council деп аталады. Бұл сайтта сіз ағылшын тілін өзіңіз үйрене аласыз. Сонымен қатар әртүрлі курстарға да қатыса аласыз. Мына жерде мысалы көріп тұрғандарыңыздай сайты осылай жазылады. British Council деп. Бұл сайтта сіз онлайн класстарға қатыса аласыз, немесе өзіңіз жеке курстарға қатысып үйрене аласыз, немесе мұғалім жалдау арқылы курстарға қатысып ағылшыныңызды дамыта аласыз. Және мына жерде өзіңіздің ағылшын тілінің деңгейін осы жердегі тест арқылы білуіңізге болады, онлайн түрде тапсырып. Бұл сайтқа тіркелуіңіз қажет, ол үшін жоғарыдағы регистр дегенді басасыз. Осы жерде алдымен атыңызды, сосын фамилияңызды және туып өскен жеріңізді таңдап форманы толтыруыңыз қажет болады. British Council сайтында сіз көріп тұрғандарыңыздай өзіңіз жеке курстармен бірге IELTS курстарына да қатыса аласыз. Және мына жерде Skills деген жерді көріп тұрғаныңыздай 4 дағдыны қамтыған әртүрлі тапсырмалар бар. Грамматикада да грамматикалық деңгейлеріңізге қарай тапсырмаларды осы жерден көріп, таңдап жұмыс жасай бересіз. Мына жерде қазір Skills деген жерден Reading деген дағдыны таңдаймыз. Осы жерден ридингке байланысты тапсырмаларды көретін боламыз. Ридинг дағдысының ішінде мысалға А1, Б1, С1, Д1 деңгейлері бойынша, өзіңіздің деңгейіңіз бойынша тапсырмаларды көре бересіз. Мысалға, мына бір рейдинг тапсырмасын көретін болсақ, мына жерде тапсырманы орындайсыз, оқисыздар, одан кейін барып астында тапсырма берілген, соны орындайсыз онлайн түрде. Немесе өзіңіздің компьютеріңізге скачать етіп алып, worksheet деген жерінен принтерден шығарып алып, қағаз түрінде де жұмыс жасай аласыз. Мына жерде vocabulary тапсырмаларында көрсеңіз, деңгейлерге қарай бөліп қойған, әр деңгейдің өзінің сөздік тапсырмалары бар. Сол тапсырмаларды осы жерден қарап орындауыңызға болады. Бұл тапсырмалар сіздің сөздік қорыңызды дамытуға арналған өте қызықты тапсырмалар болып саналады. Мына жердегі listening тапсырмасында көретін болсаңыз, аудио дыбыстар берілген, сол аудиоларды тыңдалым дағдыңызды қалыптастырып, мынандай worksheet-тегі түрін қағаз түрінде шығарып алсаңыз, өзіңізге ыңғайлы болады. Екінші сайтымыз бұл Duolingo деп аталады. Бұл әлем бойынша өте атақты сайт болып табылады. Duolingo сайтын сіз өзіңіздің телефоныңызға скачать етіп алсаңыз да болады. Сол жердегі дайын сабақтарды көру арқылы сіз өзіңіздің ағылшын тілін жетілдіруіңізге болады. Duolingo сайтына тіркелуіңіз қажет болады. Ол үшін мына жерде начать дегенді басасыз. Сол арқылы берілген форманы толтыруымыз керек. Мына жерде мысалы ағылшын тілін үйренетін болсаңыз, ағылшын тілін басасыз, немесе басқа тілдер де бар. Осы жерден создать аккаунт дегенді басуыңыз керек болады. Енді мына жердегі берілген форманы толтыруыңыз қажет болады.
Үшінші сайтымыз ол lingua.com деп аталады. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай lingua.com деп интернетке Google жазатын болсаңыз осылай шығады. Бұл жерде ағылшын тілімен қатар басқа да тілдерді үйренуіңізге болады. Бұл сайтты тіркелуіңіз қажет. Мына жердегі жоғарыдағы форманы толтыруыңыз керек болады. Lingua.com сайтында да сіз өзіңіздің тыңдалым, оқылым және жазылым дағдыларын қамтуға болатын тапсырмаларды орындап, өзіңіздің ағылшын тіліңізді дамытсаңыз болады. Қазір сіздермен бірге reading дағдысының ішіндегі деңгейлік тапсырмаларды көретін боламыз. Оның ішінде де деңгейлер бөлінген. Өзіңіздің деңгейіңізге қарай тапсырмаларды ашып көре берсеңіз болады. Осының ішінде мысалы мына бір тапсырманы оқисыз, астындағы тыңдалымын тыңдайсыз және мына жағындағы онлайн түрде берілген тапсырмасын орындайсыз. Немесе өзіңіздің мына жоғарыда тұрған worksheet түріндегісін скачать етіп алып, принтерден шығарып, қолма-қол, яғни қағаз түрінде жасап көрсеңіз де болады. Және ең соңғы сайтымыз ол LivaMotion деп аталады. Бұл сайтты сіз телефоныңызға да скачать етіп ала аласыз. Бұл жерде мына жерде үйренгіңіз келген тілді бірінші басасыз. Мысалы ағылшын тілі, ал яғни өзіңіз білетін тілді де мына жерге басасыз. Мысалы орыс тілі деген сияқты және бастау дегенді басасыз. Сол кезде сізге қызықты видеолар, оңай фразалар беріледі. Сол фразаларды қайталау арқылы, тыңдау арқылы мінекей мына сияқты ағылшын тіліңізді дамыта беруіңізге болады. Мінекей мына жерден LivaMotion скачать етіп алып, өзіңіз қолдана берсеңіз болады. Енді бұл жерде тіркелуіміз қажет болады. Ол үшін жоғарыдағы регистрация дегенді басасыз және мына форманы толтыруыңыз қажет. Мінекей ағылшын тілін үйрететін ең қызықты 4 сайтпен сіздерді таныстырып өттім. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жаз айларында уақытыңызды босқа өткізбей, осындай сайттармен ағылшын тілін дамытып отырыңыздар. Егер менің Instagram каналыма тіркеліп алатын болсаңыз, мен сіздерге пайдалы кітаптармен бөлісіп отыратын боламын. Және осы видеоның астында да описание бөлімінде сіздерге қажетті кітаптарды қойып қойдым. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.